Орташа жылдамдықты табу. Жалпы орташа жылдамдықты табудың формуласы бізде мына түрде болады. Яғни, кез келген дененің қозғалысының орташа жылдамдығын табу үшін ол дененің бүкіл жүрген жолдарының қосындысын сол жолдарды жүруге жұмсаған бүкіл уақытына қатынасы деп айтамыз. Бізде орташа жылдамдық туралы есептерде мектептің физикасында өте көп мынандай екі дербес жағдай кездеседі. Біріншісі бойынша, егер дене жолдың жартысын v1, ал қалған жартысын v2 жылдамдық бойынша жүретін болса, мына формуланы қолданамыз дейміз. Ал егер де дене уақыттың жартысын v1, яғни уақыттың жартысын v1, ал қалған жартысын v2 жылдамдықпен жүретін болса, онда мына формуланы қолданамыз деп айтсақ болады. Егер оларды кішкене түсіндіріп кететін болсақ, біріншіден, егер сіздер S деген жолды жүрген болатын болсаңыздар, және оны тура ортасынан екіге бөлсеңіздер, яғни бірінші жартысы S бөлінген 2, және екінші жартысы S бөлінген 2. Және оның бірінші бөлігінде V1 жылдамдықпен, екінші бөлігінде V2 жылдамдықпен жүрген болсаңыздар, онда бағанағы формула бойынша V орташа тең болады 2V1 V2 бөлінген V1 плюс V2 формуласын қолданамыз. Ал егер сіз жолды тағы да екіге бөлсеңіз, бірақ мынандай мысал берейік, сіз 2 сағат бойы жол жүрдіңіз. Оның бірінші сағатында V1 жылдамдықпен, ал екінші сағатында V2 жылдамдықпен жүретін болсаңыз, онда мынаны жалпы уақыттың жартысы және жалпы уақыттың жартысы екенін белгілеп кетейік. Онда сіздің орташа жылдамдығыңыз кәдімгі арифметикалық орташа мәнге тең болады. V1 плюс V2 бөлінген 2-ге тең болады.